Көлік министрлігінің басшысы Астана қаласының тұрғындарымен кездесіп, азаматтарды жеке қабылдады. Министрге елордадағы қоғамдық көлік желісін дамыту, автобустарда жол ақысын төлеу жүйелері, жүк тасымалы және көлік инспекцияларының қызметіне қатысты сұрақтар қойылды. Сөз кезегінде Марат Қарабаев министрлік өз тарапынан көліктік бақылау инспекторларының жұмысындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоюға және үстеме бақылау тиімділігін арттыруға бағытталған бірқатар қосымша шараны енгізіп жатқанын хабарлады. Жалпы президент әкімшілігі бекіткен кестеге сәйкес 19 өңірді барып араладық, көрдік. Сол жақтағы нысандармен, көлік саласындағы нысандармен таныстық. Одан соң халықпен, елмен, жұртпен ашық кездесу өткіздік. Кейбір жерлерде 40 минутта бітірдік ол жұмысты. Кейбір жерлерде 7 сағатқа дейін созылған болды. Жаңағыдай әркім біздің мақсат біреу ғана болды. Ешқандай сұрақты жауапсыз қалдырмаймыз деп. Ол біткеннен соң тағы да жеке қабылдау өткізіп, сондай бір жүйемен жұмыс жасадық. Осы ретімен бүгін соңғы өңір болғанда елордасы, Астана қаласы, біз түрлі ойладық, бірінде әкімдікті өткіземіз деп, одан соң осы өзіміздің министрлікті өткіземіз деп шешім қабылдадық. Біріншіден бұлай бұқаралық ақпарат құралдарында жалпы естіп келіп, көріп келіп отырғандарыңызға баршаңызға алғысымды, рахметімді айтқым келеді. Дәстүр бойынша тұрғындармен кездесуден кейін көлік министрлігінің басшысы елорда азаматтарын жеке мәселелер бойынша қабылдады. Барлық келіп түскен өтінішке Марат Қарабаев толыққанды жауап берді. Кейбір мәселелер министрдің жеке бақылауына алынып, комитеттер мен құрылымдық бөлімшелердің басшыларына тиісті тапсырмалар берілді.